ама екі атадан тұрады, әліп жөгі болды деп. Соның жөгі бұтағынан шағыр, шағырдан малай, малайдан кедей. Міне осы мен сол кедей атаның ұрпағымын. Кедей дәулетті кісі болған, елге жайлы, көп тараған ата. Кедейдің бір іргелі көп тараған Шоқанның кітабында жазылған сол Қазанғап деген атамыздан тарайды екенбіз. Қазанғап елге белгілі, мейірімді, өзінің еңбегімен өркен жайып, өніп өскен, ұрпағы көп, сондай өте елге белгілі адам болған. Ол кісі қайтқанда, ол Қазанғаптың асы деген ас сұрапыл ас болған. Сол Қазанғаптың өзінен кейінгі тараған ұрпағы апақ, бапақ, сапақ болса, біз соның үлкені апақтың баласымыз. Апақтан мыршым, мыршымнан түсіп, түсіптен жақан. Түсіп деген атамыз бәйбішесі Биежан, әжем, мен әжемнің баласымын. Сол ол кісі арғын, арғынның ішінде 6 ай, 6 айдың ішінде 6 ай. Биежан, көркем сұлу адам болған. Түсіп адам мына үйінде отырғанда, бүгін бір үлкен тойға баратын адам сияқты, салтанатты жиынға баратын адам сияқты, үйдің ішінде отырғанда кербез, өте сәнді, әдемі киініп отыратын кісі екен. Сосын ол кісіні біреу қонаққа шақырса, тура келіп өзіне айтпай, Биежан әжеме келіп айтады екен. Сөйтіп, Биежан әжем арқылы сол жаңағы тілек жетіп отырған. Сосын өте жинақы, даланың серісі дегендей, бүркіт ұстаған, аңшылық қылған. Сосын біздің тұқымға сақал жағы керемет, менің қасымның жаңағы осылай болып, неғылу сол аталардан қалған не ғой, белгі ғой. Міне сол түсіп атамыздың, Биежан әжеміздің ұрпақтары, ұлдары Шәуен, Қордаш, Жақан, Жақып. Қыздары Айжан, Кенжеш, Тоқыш, сосын Дәкіш, Торғай. Тоқышы тотыдай таранған керемет сұлу болды дейді. Көз түйіп өлді дейді. Сондай әңгіме бар. Енді осы қыздардың ішінде бергі кезге дейін келгені Бапан, шынаты Балапан, өте сұлу адам. Міне осындай түсіп Биежан әжемнің екеуінің балалары осылар. Түсіптің үлкен баласы Шәуен керемет әнші болған. Оның алдында атамыз Түсіптің інісі Шуан бар жақсы болса, соның бар жақсысы олды айтулы әнші болды дейді. Сұмдық осы дуылдатып, нәғыз серілік құрған Біржан Сал сияқты сондай жойқын өнердің адам екен. Өз болыста болыпты. Бірақ енді кешегі репрессия кезінде Шуан мен атамның інісі Шуан мен бар жақсы екеуі ұсталып кетті. Шәуеннің әншілігін әкейде, шешейде екеуі ойланып отырып, сондай үлкен бір шіркен, жақсы бір жылы сезіммен отырып, көздеріне жас алып, мөлдіреп отырып, айтқанда, өзінің келіншегі де сондай өте көркем сұлу адам болды дейді, екі қызы болды дейді, бәрі сүзектен өлді дейді. Шәуеннің әншілігі
Ол кісінің Сәкен Сейфуллинмен достығы ел арасында көп айтылады. Енді нақтылап айтсам 1919 жылы Сәкен Омбының түрмесінен қашып елге келді ғой, Жаңарқаға. Міне сондай бір беймаза күндерде Сәкен ауылдағы ескі бейіттерге түнеп жүріп, жаз бойы түнеп, ал бір күндері қоңыр саржатамыз, қоңыр күз келіп, жаңағы ел арқадан шудағы қыстауына көшетін әдеті, сол бір кезде Сәкеннің әкесі Сейфулла Ақсақал Сәкенге өзінің атақты күрең атын береді да, қасқырға мінетін, аңға мінетін, сол мықты атын береді да, сен балам, Сәкенім, осы жолға сенің осы бір күндердегі бар тынысың, сенің жайлайтын жерің, сенің саған қорған болып отыратын жер, шудың бойындағы қыс-қыстап отырған, мына көшіп бара жатқан тамалардың көшімен барып, осы елде бол, қыс бойы осы елде бол деп жібереді. Сол кезде Сәкен сол шудың бойындағы біздің елді емін-еркін жаңағы паналап, аралап жүріп, жаңағы Шәуенге ән салдырып, енді бір күні қараса Шәуен үлкен науқас екен. Мына аяғын таралғы қажап, аяғы үлкен дертке ұшыраған. Сол кезде Сәкен оны Әулиеатаға жасырын алып барып, емдетіп, ем дарымай шуға қайтып келеді. Ел арқаға шудан, енді сол ақпан айының аяғында арқаға қарай қайта көшеді, жайлауына. Сол арқаға қайта көшер кезде Шәуен гангрена дейді, жаңағы аяғы асқынып кетіп, содан қайтыс болады. Енді 1928 жылы қазіргі Жаңарқа ауданының территориясында екі аудан құрылады. Біреуі Асанқайғы ауданы, екіншісі Сарысу ауданы. Асанқайғы ауданы бұрынғы ежелден жайлап отырған арғындардың елінің мекені ғой енді. Сол Асанқайғы ауданы. Енді Сарысу ауданы бұл тамалардың ішінде Жағалбайлысы бар, Алшыны бар. Сол елдің ауданы болады. Міне осы бір кезеңде аудан енді құралып жатқан кезде Голошокиннің қасіреті басталады. Аштық. Ел әп-сәтте балынан, барлық өзінің бүкіл ұлы тіршілігінен, бәрінен айырылып, бүкіл ел трагедия, үлкен қасіретке душар болады. Міне ел сол арқада Сарысу болып құралып отырған елдің жартысынан көбі жаңағы жылдағы дағдысы бойынша шуға көшіп қонып жүрген ел сол бір ауыр күндерде шұбырып, ботадай боздап, шуға қарай көшкен кезде 2,5 мың түтіннің 500 түтіні ғана аман жетіпті шу бойына. Сол 2,000-нан астам түтін бетпақтың шөлінде қырылып, әр жерде төмпешік болып қала берген. Сол кезде елді басын қосып, тыныштандырып дегендей, Алматыдан үлкен комиссия шығып, ішінде жаңағы сол комиссияның жетекшісі Ораз Жандосов бар. Біздің елге келіп, үлкен жаңағы ұйымдастыру жұмысын жасап, Сарысуды енді қайтадан арқаға, Сарысудан арқаға жібермейміз. Ол арқаға барса елдің құлағын көтереді. Тамалар беймаза ел көтеріліс жасайды. Дүрбелең қайтадан туады. Сондықтан бұл елді Жамбыл облысына қосу керек деп, солай өкіметтің шешімін қабылдап, солай
ұйғарыммен сол Жамбыл облысының құрамына енгізеді. Сарысу ауданы сол кездегі орталығы болып, Саудакент деген ежелгі ұлы жүздердің жайлап отырған Тілік деген атасының мекені Саудакентке келіп, Сарысу ауданы жайғасады. Міне осы жерде жаңағы менің әкем Жақанның үлкен ағасы Қордаш жер бөлімінің бастығы болады. Және ашаршылықтан қорғау комитетінің жетекшісі болып, елді жаңағы сол сұрапылдан құтқару жолында керуен тартып, сонау Әулиеата, Шымкент, Ташкент, Бішкек, Тоқмақ, сол қырғыздар, міне Өзбекстан, Әулиеата орталығы, сол осы жерлерден азық-түлік, дәрі-дәрмек, мал, киім-кешек жинап, әбден езіліп, тозып, қалжырап жатқан елдің еңсесін көтеріп, басын құрап, қайтадан ел қылып, сөйтіп үлкен аласапыран жұмыста жүрген кезде апрель енді жаңағы сол шешей айтады, ылғи осы әңгімені көбіне сол кезде жаңағы біздің шешейдің жары Қордаш ағам сол суық күндер болды дейді. Жаңағы сол жаңбырлы, қарлы күндер беймаза, ел қырылып жатыр, өліп жатыр. Сол күндерде Қордаш үлкен керуен тартып, Әулиеатадан көп дүниемен келді дейді. Сол кезде Саудакенттің орталығында Шоқай Датқа деген үлкен белгілі адамның мавзолейі бар. Соның ішінде жүзге тарта адам ісік бөлейін деп жатыр Қордаш. Енді соларды тірілтектеп, ел адамдары келіп, сондай үлкен жанталас, сондай қарбалас, сондай беймаза шақта жаңағы елді құтқарып, жаңбыр, қар аралас, сөйтіп, сондай бір ауа райының жайсыз кезеңінде Қордаш суық тиіп, екі өкпесінен суық тиіп, 2-3 күнде қатты ауырып жатып, қайтыс болды дейді. Сол Қордаш аға қайтыс болғаннан кейін Қордашты сол Шоқай Датқаның мавзолейінің ішіне қояды. Өйткені сол жердегі ашарықтарды әбден құтқарып, мавзолейдің ішіне былай қарайды ғой. Қарағанда сондай керемет жасалған мавзолейге қарап тұрып, үйге келгеннен кейін әже мынандай мавзолейдің ішінде жатқан адамның не арманы бар екен деп ойладым дейді. Сол 2 күннен кейін өзі қайтыс болғанда әжем отырып, жылап отырып айтады, балам осылай деп еді Қордаш. Қордашты сол Шоқай Датқаның мавзолейінің ішіне жерлеңдер дейді. Сөйтіп, сол мавзолейдің подвалында жерленеді екен, сонда қойған. Содан кейін жылап сықтап үйдің іші үлкен қасіретке душар болып жатқан кезде Еркебұлан деген Сәкенмен дос адам ғой өзі. Сәкеннің лақабаты Еркебұлан. Еркебұлан деген 6 айлық ұлы суық тиіп ол ішетін дейді. Сөйтіп ол баланы да Қордаш ағаның төсін апарып қояды. Сосын жылап сықтап отырып, Қордаш ағаның жылын бергеннен кейін келесі жылы әжем шешейді жібергісі келмей, келімді ешқайда жібермеймін. Мынау ағасы Қордаш өлсе, інісі Жақан отыр. Жақанға қосам. Ел үлкендері баталарын беріңдер. Келімді ешқайда жібермеймін. Деп шешем Балкенді қайнысы Жақанға қосады. Мен сол Жақанның тұңғышымын. Менен кейін Клара, Тамара, Жарылқасын деген балалар туды.
өзі соғысқа қатысты әкей. Міне соғыстан келгеннен кейін Зейнеп, Қадыр деген екі бала көрді. Менің өмірімде болған мына бір қызық оқиға. 1936 жылы 6 мамыр күні сол кезде Сарысу ауданының колхоздары іргелес отырған әдеттегіше жон деп аталатын жайлауға көшіп шығады. Бұл Қаратаудың үстірті. Бұл керемет ғажайып жер. Ертегі дүниесіндей Қаратаудың шатқалдары, сай-саласы, оның сылдырап аққан күміс жаңағы өзендері, шалқыған жайлау, таулар, салқын самал, бір шыбынсыз жайлау дейтіндей, ертегі дүниесіндей ғажайып жер. Сол жерге қаздай тізіліп, біздің көршілес отырған ауылдар көшіп шығады. Сол мамыр айының 6-шы жұлдызы күні ел ырғалып, жаңағы түйемен көшеді. Тауда кей жерде арбада жүре алмай қалатын қиын жерлер болады. Сол түйемен көшіп, өзінің кәдімгі үстіртіне шығып, жон деп аталатын жаңағы жайлаудың. Енді еңіске қарай түсіп, Нұртай деген өзені бар. Оның сай-саласы жан-жақтан құйылып жатқанда, бұл көктемде тасығанда ұлы дария болып кетеді. Арнасынан асып кетеді. Міне сол жерге келіп, үйлерін тігеді. Сол жерде отырады. Содан кейін біраз отырғаннан кейін жаңағы жылыстап басқа бір саздарға, басқа бір жерлерге көшіп отырады. Міне сондай көштің енді алғаш тірелетін жері Нұртай өзені дейді, Бөкенсай дейді. Сол жерге келіп жылдап отыратын жері, соған келе берген кезде алай-түлей қара дауыл соғады. Қара дауыл қара нөсерге ұласады. Қара нөсер сабалап жауған елдің есін шығарып, бүкіл даланың барлығын керемет кәдімгі сол қара бұлтымен қап-қара өте бір сұрапыл сәттің кезінде қара нөсер қарға айналады. Әппақ қар, мақтадай жұмсақ, жылы қар әп-сәтте басып солады. Түйелер жүре алмай қалады. Сол кезде түйені шөгеріп, мынау үлкен жаңағы бораннан, дауылдан жаңағы есі шыққан ел түйелерді шөгеріп жібереді да, жаңағы кереге жаңағы шаңырақты босатып алып, бастырып, әп-сәтте бастырма жасап, сөйтіп алас-күлесіп жатқан кезде шешейді толғақ қысады. Сол кезде дүниеге мен келіппін. Осының бәрін сұрайын ғой шешейден. Ал мен келдім дүниеге. Дауылдың, боранның түрі мынау. Сонда қалай болды деймін. Әй Илья, сен дүниеге келдің. Сен не білесің? Сен шарана келдің. Жарық дүниеге көзіңді аштың.
Ал сол сәтте біз үстіртке шыққан кезде Қаратаудың үсті жауқазын, керемет жауқазымен жайнап тұрды ғой. Сол сәттегі жауған нөсер, басып салған қар, сондай аласапыран сәтте сен дүниеге келіп атқанда, екеумізді көрпеге орап, туырлыққа орап, бастырманың астына тығып қойды. Бір сәтте, сол сәтте алтын күрек жел соқты. Алтын күрек жел соқты дейді. Алтын күрек деген ыстық жел. Әп сәтте басып салған қар жосылып алып, сарқырап, жан жақтың бәрі тасқын болып кетті дейді. Жаңағы қызғалдақ, жауқазын қарға үстіме үсіп қалған жоқ па деймін ғой. Ол жауқазын сондай мықты ғой, сол күйінде жайнап тұрды. Сен сол дүниеге, жаңа ағыл тегіл болып отқан дүниеге, сен солдай сәтте келдің. Ал сол кезде жұрттың бәрі айтқаны дейді. Апырай, мынау Нұртай өзені не болып кетті мынау? Төңіректің бәрі еділ жайық болып кетті ғой. Мынау еділ жайық қой мынау, деді дейді. Сен түгіл еділ жайықты мен көрген жоқпын, Ілия, деді. Әкең де көрген жоқ, атаң да көрген жоқ. Арғы аталарым көрді еділ жайықты. Мына дүниені біз жаңбыр мол болған кезде айтатын біздің үлкендердің әдеті ғой. Мына дүние не болып кетті, еділ жайық болып кетті ғой деп отырады. Мысалы, солай біз, сен дүниеге келдің, ал бір күні ел жайласып, қымыз ішіп, биесін байлап, мажыра жай отырған сәтте ауылдың үлкен кісілері келді. Биежан әжеме біздің сенің келгеніңді құттықтап, жаңағы қуанышқа ортақ боламыз деп, Мүсірәлі, Мәделі, Смағұл, Сәрсен, осындай кісілер, тағы басқа кісілер, бір топ ауылдың ақсақалдары келді. Сонда әкең әрине мұғалім. Биежан әже, мынау үлкен бір батыр келіпті дүниеге. Жасы ұзақ болсын, бауы берік болсын деп, игі тілек тілеп жатып, бірақ та сол Мәделі қожа отырып, әй жақан шырағым, анау қолыңда ұстап тұрған кітабының ішінде Ленин, Сталин ақсақалдардың суреті бар ма дейді. Сосын әкей қолында ұстап тұрған кітаптардан қарайды, солда кітаптың ішінде Ленин ақсақалдың суреті. Осы Ленин ақсақалдың әкесі кім бопты? Әкесінің аты бар ба дейді. Әкесі Илья Ульянов екен дейді. Әп бәрекелді, әп бәрекелді. Биежан әже, сенің мына батырыңның аты сол Илья болсын. Лениннің әкесінің атын қойып отырмыз дейді. Сөйтсе сол кездерде жаңағы біздің қожа молдаларды әне әкетет, міне әкетет деп тергеуде жүрген кез екен. Содан менің атым Илья боп елге жайылып, сосын айтыпты. Сол кездегі заң орындарындағы адамдар, соттар, прокурор, жаңағы милицияның адамдары, Құдай-ау біздің мынау ысқыртып, ылғи тергеуге алып жүрген қожа молдаларымыз Совет өкіметіне берілген адал адамдар екен. Қозғамайық, осы байғұстар деп, сол кісілер аман есен, сол менің атым арқылы кейін айтып отырады. Мен әлгі оқудан келгенде, қызметкер болып, елге командировкаға, демалысқа келгенде, жаңағы тірі жүрген қариялар кеп, үлкен-үлкен деп қолымнан сүйіп, маңдайыма иіскеп, жаңағы Биежан әжемнің батыры, Биежан әжемнің баласы деп сөйтіп жатады.
Мен солай атым Илья атанып, метіркем бар, метіркемде жазылыпты. Жақан ұлы Жақанов. Илья Нұртай өзенінің жағасы деп жазыпты. Міне.